Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін бесті қалай құрастыру керек және қандай заттар керектігі туралы және де баланы қалай беске бөлу керектігін сіздерге қазір көрсететін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып кетсеңіздер. Рахмет. Бізде бесікте ең бірінші керек, яғни бізге осындай несі керек, астында горшогі дейді. Осындай горшогі болу керек. Және де бізде жастық керек болады. Осындай астында осындай көрпесі болады, ортасы осындай тесік болады, яғни ішіне салатын. Сосын бізде жастығы болады баланың. Және де бізде екі осындай, яғни бел ортасында осындай бізге кішкентай көрпелері керек болады, құттай ғана. Осылай. Одан кейін бізге пеленка керек болады, яғни жүргектер керек болады. Осылай жайып аламыз. Бұл бізде кеудесіне баланың. Одан кейін мынау бізде аяқ жағына керек болады. Және де бізге осындай мать керек болады. Ижадан мен ортасыдан. Осылай аяқ жағын тесік қоямын да. Аяқ жағын былай қиып жіберемін. Одан оны басын саламын. Ішіне түсіріп. Яғни бізде баланың дәреті көпшікке көрпеге өтіп кетпеу керек үшін жасайтын боламыз. Одан кейін бізде мынау енді баланың денесіне бататын болғандықтан, яғни балада мысалға дәреті денесіне тиетін болғандықтан, оның үстіне осындай бізге осындай үшбұрышты құттай пеленка дайындап аламыз. Кішкентай ғана. Одан кейін аяғына, яғни тақымына осындай кішкентай ғана тоже салатын боламыз. Пеленка. Ендігі кезекте бізге осындай ортопедический жасық керек болады. Бұл жасықтың жасалуы менің каналымда бар. Сілтемесін жоғарыға тастап кетемін, көрсеңіздер болады. Бұны міндетті түрде салыңыздар, яғни кішкентай кезінен бастап, жаңа туған сәбиден бастап басына салсаңыздар, басы, яғни қисығы өспейді, басы бір қалыпты домалақ пішінде болып өседі. Яғни мысалға бала тағы бір несі, мысалы баланы былай шайқағанда басы былай селкілдеп жатады, ол баланың соған бұл өте ыңғайлы. Себебі мына мысалы басына салғаннан кейін бала осы басы осы жерде тұрады, яғни басы шайқалмайды. Бір жақсы. Сол үшін керек бұл міндетті түрде ортопедический осындай жасықты міндетті түрде салсаңыздар. Және де бізге шүмек керек болады. Бізде қазір қыз баланы беске бөлеміз, яғни мен қызымды. Бізде осы шүмектің жасалу жолы менің YouTube каналымда бар, көрсеңіздер болады. Бұл өте ыңғайлы шүмек, яғни мұнда баланың денесін ауыртпайды, жұмсақ. Өте ұзақ пайдаланыңыздар. Арасына қойамыз. Және де бізге осындай екі бауы керек болады, міне. Қазір баланы енді бесікке бөлетін боламыз. Қызымызды бесікке бөлетін боламыз. Бізде қызымыз 2 айлап. Осылай жатқызып, шүмегін осылай борбайына жақындатамыз. Міне көрдіңіздер, бала ешқандайдан да не істемейді, қызармайтын болады. Осылай жасап көріңіздер. Бұлай пеленкасын жайып, баланың 2 аяғына пеленканың ортасына жібереміз, яғни бір-бірінің аяғын тиіп қажамау керек. Осылай 2 тізесін осылай ұстап тұрамыз. Аяғы дүзеу болу керек баланың. Бізде қызымыз ұйықтап отыр. Ендігі кезекте мына үшбұрышымызды, мына шүмекті былай тарту үшін жайлап осы басына ілетін боламыз.
келесін тоже солай істейміз. Ендігі кезекте қолын осы тіке қойып, келесі осылай. Бала сүтке тойып тұрған болса, баланы ішіне орап қажет емес. Яғни баланы кішкене күйде жағына да әкелемін желіп. Міне достар, баланың басы осы қолын осы ортасына түсіп жатады. Яғни баланың басының қисығы өспеуіне, желкесіне, мойнына өте жақсы. Бала тербеткенде де бала басы шайқалмайды міне. Осы жағынан өте удобно балаға. Міне достар, осылай баламызды беске күнделікті осылай бөлейміз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, видеоны ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де қызықты видеолар керек болса, осындай пайдалы ақпараттар керек болса, комментария қалдырып кетіңіздер. Өздеріңізге керекті, пайдалы видеолар болса, міндетті түрде соны қарастыратын боламын. Рахмет, сау болыңыздар. Достар, менің YouTube каналымда сабын жасаудың нөлден бастап толықтай етуді үйретемін. Яғни мен сияқты үйде табыс тапқыларыңыз келсе, осы менің YouTube каналымда осы сабын жасаудың барлығын үйренсеңіздер болады. Мен осы каналға кіріп, осы барлығын етуді үйрене аласыз. Яғни мен мұнда бөлім бөліп қойғам. Яғни сабын жасау керек заттар, және де оны қайдан алу керек, және оны қалай жасалу керек туралы барлығын түгел мен сіздерге осы YouTube каналыма салып қойғамын. Көргілеріңіз келсе, осы менің YouTube каналымнан осы сабын жасау әдісін, яғни осы парақшадан көрсеңіздер болады. Жалпы сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырсаңыздар да болады, міндетті түрде жауап беретін боламын. Осылай мен сияқты үйде табыс тапқыларыңыз келсе, сіздерге осындай тегін мастер-классымды ұсына аламын. Жасап көріңіздер, өте оңай, және де жақсы табыс таба аласыздар үйден. Рахмет.